А, нет, не надо, я уже оплатила. Протулился возьму, наверное. Все, ладно. Ничего. Мой номер, говорю, свой. Этот. Ахмед, спасибо большое. Ладно. Опа! Что? Ой. Ладно, спасибо. қазір ашқан жоқпын әлі енді. Машинамда қара ғой капот. Рахмет. Не ол? Капец, тут много. Тоқтаңдаршы. Біреуін беріңдерші бүйтіп маған. Айда, магазинге жалғыз бардыңыз ба? Магазин Аринамен бардым. Содан кейін. Содан Нұрдәулет кезіктіріп қалдым. Я Нұрдәулет. Мен Нұрдәулет едім. Жоқ, мен сыртта қарап тұрмын да. Бірінші Нұрдәулет кетіп қалды да. Есік артынан тұрып, андай. Екеуіңіз бөлек бара жатсыздар да? Жалғыз бардыңыз ба? Магазин Аринамен бардым. Содан кейін. Содан Нұрдәулет кезіктіріп қалдым. Я Нұрдәулет. Мен Нұрдәулет едім. Жоқ, мен сыртта қарап тұрмын да. Бірінші Нұрдәулет кетіп қалды да. Есік артынан тұрып, андай. Екеуіңіз бөлек бара жатсыздар да? Но бірақ бірге бара жатсыздар. Мен Нұрдәулет магазинге барған жоқ, мен Аринамен бірге бардым. Аринадан кейін ше, осы соңғы. Онда мен кездесуге бара жатқан болатын футболдан. Просто бір-бірлеріңіздің аттарыңыздан кетіп бара жаттыңыздар да. Сосын ойладым, мына кісілер деген деп. Сіз таңертең шай құйып беріпсіз ғой? Я шай құйып бердім. Енді отырда маған шай құйып беріп қойыңдаршы деп басқа қыз құйып бермеді ғой. Дана деп айтқан екенсіз, бүйтіп стакан жұлып алып құйып беріпсіз Жұлып ғой. алған жоқпын, айттым мен өзім құйып бере саламын. Шай құйып бердім. Маған қыздар сөйтіп айтты, білмеймін. Я шай құйып бердім. Мен құйып беремін до конца. Мәссаған. Басқа қыздың қолынан шай ішпейді деп қойсаңызшы. Хадиша, сіз инстаграмға көп блогерлер контент салады ғой, неше түрлі ше. Солардың ішіндегі ең қайсысын түсінбейсіз? Мысалы, біреулер кейде біреуді ұрып атқан салады, біреулер мешітке барған салады. Олай хайп үшін олай жасауды қажет жоқ. Сол мынандай нәрсе бар ғой. Мысалы, харакет деген қорлар бар ғой, мысалы. Мен ондайларды түсінемін да. Олар кәдімгідей халыққа жұмыс істеп жатқан адамдар. Ал кейбір адамдар бар, шынымен де барлығын инстаграмға салып, отчет беріп, бірақ оның жарты ақшасы қайда кетіп жатқанын ондайды салмайды да, тек қана көмек беріп жатқан салады да, ақша жинап деген сияқты ғой. Мен ондайларды мысалы түсінбеймін. Шыны керек. Оны бір істейтін болсаң, нормально істеу керек та, ол нәрсені. До конца прям видеомен, отчет, документ барлығы болу керек ол жерде. Шынымен ақша қайда кетіп жатыр деген сияқты ғой. Қазір енді көп блогерлер солай болып кетті ғой, енді көпке топырақ